Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай хорс пісіремін. Ол үшін шым тұз, біраз қасық қант және шай қасықтың ұшымен ас содасын да қостым. Ол видеоға түспей қалды. Одан кейін 3-4 жұмыртқа қосасыздар. Мен 4 жұмыртқа қостым. Менде үйдің жұмыртқасы, кез келген дүкен жұмыртқасы да бола береді. Осының бәрін қосып жақсылап араластырып аламыз. Онды мен көз мөлшерімен қостым. Жайлап шетінен қосасыз. Қамырларыңыз қатты болмау керек. Орташа жұмсақ болу керек. Қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Сөйтіп жайлап шетінен жұмсақтау қамыр иледім. Қамырды илеп, демалдырып қоямыз. Одан кейін 2 бөлікке бөліп, қайтып кішкене 15-20 минуттай демалдырдым. Жаюына оңай болу үшін. Қамырды жұқалап жайып аламыз. Әркім өз қалауындағы форма жасайды. Мен осындай ұзын қылып кесемін. Оны кейін шанышқының көмегімен орап пісіріп аламын. Хорсты көп мөлшерде сұйық майға қуыру керек. Қызып тұрған майға қуырамыз. Сөйтіп шанышқының көмегімен орап алдым. Одан кейін шайқап сөйтіп шанышқының көмегімен орап, шайқап, екінші шанышқының көмегімен аударып пісіріп аламыз. Мен видеоны ұнатса лайк басыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.